Ассаламуалейкум, қалдарыңыз қалай? Осыдан бұрын былтыр бір ағамыздың қойына барғанбыз, пастерлез ауру болды деп, кішкене өкпесі қарайып, пастерлез деген не деп жатыр енді көп адам. Өкпесі қарайып, жаңағы аяғы ісініп, аяқ қолы аузынан су ағып, мұрнынан қан араласып, боқ ағып, сондай белгілер болады. Тура сол белгі былтыр бір ағамыздың қойынан шықты дағы, сол 2-3 қозы өле бастады, белгі берді. Дереу сол кезде барып емдедік, емдегеннен жазылды. Бірақ рет емдедік. Қандай емдеген кезде пенстреп деген укол бар, жамбастан ұрдық. Ашенро 10% деген бар, ол тыныш жолы қабынуға жақсы. Соны аузынан ішкіздік 5 миллиграммнан. Бірақ рет емдедік, жазылды. Ал енді биыл және де сол ауру, бүгін кеше ғана қайталанды. Кеше барып қайттым, мен TikTok каналыма салып қайттым. Кеше барсақ, малынан 1-2 қозы өліпті, одан тағы 1-2 ауырып тұр екен. Ол кісілер ана қозыларын бөлектеп қораға қамап қойған екен. Соларды көріп, емдеп, тура осы емді істеп қайттық. Қайтқаннан кейін бүгін нақтылы укол дәрі өнім беретін жағдайда 1 күнде не 2 күнде результатын көрсетеді. Сондықтан бүгін хабар келді, анау кешегі ауырып тұрған қозыларымыз жазылды, атарға қосып жібердік. Қалған малдардан ауырғаны жоқ деп жатыр. Сондықтан енді күн ысып кетті, малшыларға айтарым енді. Жалпы пастерлез болсын, не болсын, бәрібірде аурудың ең біріншісі, бір точкасы алдымен өкпесі қабынады, өкпесі ісінеді, тыныс жолы қабынады, өкпесі қарайып кетеді. Одан кейін жаңағы ыстық, сіздің суарып отырған суыңыз ысып кетсе, жаңағы өзендегі, немесе жаңағы шалшықты су болса, шалшық көбейіп кетсе, ішінде арам заттар көбейіп кетсе, соларды чөлдеп ішу арқылы отравление, жаңағы шөту пайда болады. Сондықтан екі түрлі ауру қатар жүреді. Осыларға сақ болайық, және де шығын көбейіп кетпесін. Қазір температура қатты көтеріліп кетті, 40-41-ге шықты, кейбір райондарда 50-ге шыққан шығар. Сондықтан малымыз ауырып өліп жатса, малыңызға ілесе алмайса, бұл не ауру деп сұрамай-ақ қойыңыз. Ол бірінші өкпесі қабынды, екіншісі жаңағы ішек жолы қабынып кетті, іші өтті деген сөз. Сондықтан осы сақтықты жақсы алып барайық, малымызға ие болайық. Ауырған малдар болса, дереу салқын жерге бөлектеп бағайық. Осы малшыларға ескерте кеткім келіп тұр. Рахмет.